Қымбатты оқушы, біздің ендігі сабағымыздың тақырыбы Жамбыл ақынның арнау өлеңдері туралы болмақ. Жамбылдың бірсыпыра өлеңдері үстем тап өкілдеріне арналған. Билерге, болыстарға, молдаларға. Мысалы, Шағым дейтін өлеңінде өзінің молдаға берген әкесіне оқуында оқымай отырған себебін айтып кетеді. Оқымаймын молдадан, не оқытпақшы ол маған. Бала келсе сабаққа, жем аңдыған дорбадан дейді. Міне осы жерден айтып-айтпай не керек? Молданың парақорлығы білімнен гөрі келген баланың қалтасына қараған бейнесі әшкере болады. Ал Мәңке туралы дейтін өлеңінде өзінің кереметтей сәйгүлігінің күміс ер-тұрманы жоғалған кезде соны билік сұрап барған Жамбылға дұрыс үн қатпай қойған Мәңкенің масқарасын шығарады. Жанғойдың болысы пысық келеді, мұрындары пұшық келеді, екі арадан ептеп жерінде көздерін қысып келеді дейді де, Жамбылдың сөзін тыңдағысы келмей, пайдасы түсетін жерде ғана бар жан тәнін салатын болыстың бүкіл бейнесі осы өлеңде әшкере болады. Сәт сайланарда, Кәдірбайдың төбеті сияқты Шалтабайға дейтін өлеңдерінің бәрінде де мінекей үстем тап өкілдерінің, тіпті итінің өліміне жоқтау шығартқан Кәдірбай сияқты өте бір өрескел, келеңсіз, дарақы байлардың кескін кейбетін кереметтей сатиралық әжуаменен әшкерелеп суреттеген екен.